Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Баршаңызға кеш жарық. Бүгін 26 мамыр 2021 жыл. Мұны шағын үйірсімағымды суатқа түсірдім айдап әкеліп. Бұл да бір біткен іс болды. Жақсы болып кетті, әйтпесе үйден суару қиындап жүреді. Біздің ақжайық осы. Арнасынан асып тасымағанмен жайлап бір қалыпты бойында жағалай қонған елді өзінің тіршілік көзімен суғарып арқырап ағып жатыр. Бір бас анау жақтан Орал тауларынан бастау алса, осы біздің елдің бойымен ағып Каспий, қарт Каспийге апарып құяды. Кішкене жылдан жылға тартылып келе жатыр. Бірақ енді Құдайға шүкір биыл су жақсы келді, бірақ қара суға деңгейі жетіп шыға алмады. Мына касалар, аралдар бұрын болмаған еді. Осы соңғы 10 жылдықта, 15 жылдықта осындай үлкен-үлкен ортасынан аралдар пайда болды, касалар. Жаман емес. Бүгін таңертең суға келіп еді үйге. Соны су берген жоқпын. Өздері кетіп қалды, соны жаңа шығып ауыл маңында жүрген жерінен іздеп тауып, айдап әкеліп осы суатқа түсірдім. Енді осы жерге жайлап Құдай қаласа үйреніп кетеді, иншалла. Осындай жағдай, достар. Кеше анау қоңыр тайымның бір жақ көзі ісіп кетіп, соны өзімше ұстап алып, тетрациклиновый мазь жуып тазалап, тетрациклиновый мазь жағып жібердім. Оны енді жалпы негізі комментарийда YouTube-қа салам, жүктеймін, қалай жасағанды деп ойлап едім. Онымен үйлеспей қалды, өкінішке орай. Құдай қаласа ертеңде бірісі күніме тағы да ұстап алып қарауым керек көзім. Көзіне инфекция түсуі мүмкін дейді адамдар, мал дәрігерлері. Сондай жағдай болып тұр. Сол кезде жақсылап видеоға түсіріп, тағы да толығырақ айтып салармын. Бұл да бір біткен іс болды. Әйтеуір айдап әкеліп, айғыр қайта-қайта қайырып ауылға қарай. Сосын мотоциклін тастап, жаяу-жайлап, қақпайлап, ақырындап алып келіп түсірдім әйтеуір суатқа. Жақсы болып кетті. Енді осы жерден суларын ішіп, жайылып, таңертеңгілік или кешке болмаса үйге келіп жемдерін жеп кетіп тұрса жақсы болар еді. Біздің ақжайық деген осы, қадірлі достар. Талай ақындар өздерінің әндеріне қосқан Ақжайық. Бала күнімізде осы жерлердің бәріне шомылып өсіп едік. Қазір енді осылай бір малдың себептерімен келіп қалмасақ, осы күн тіпті жайық жағасына жақындамайтын болды. Биыл жақсы кішкене су жақсы келгендей болып еді, онымен қайтып кетті су. Анау қара суға құятын жерлерінен деңгейіне жете алмады. 50-60 сантиметр демей жете алмады. Су шықпай қойды. Су шықпағасын балық та болмайды. Бір жаман сол ғой. Жоғары жақтан енді Орал, ар жағы Ресейден ашпай отыр ғой. Ашса су жақсы келеді ғой. Сондай, құрметті достар, баршаңыздың мал жандарыңызға Құдай тағала береке берсін. Бағырларыңыз көбейсін. Иншалла аман болайық. Тағы да видеолармен бөлісетін болам, арнаға тіркеліп. Лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Баршаңызға рахмет.